Так, запись басталды. Енді айта берейік қазір. Қосылатын жайлар қосыла беретін шығар. Мен открытие ашып қойдым. Қосыла беруге болатындай. Так, мына жерде жақсылап қарап түсініп алыңдар. Мынау бірінші модульдің оптика. Мынау CD, алдында тұрған CD, сосын OP деген оптика, сызықша А деп қойған. Енді оптикаға бәрі А деп атыпты. Бұл жерде CD несі жаңағы стойкасы, одан кейін PD, артында тұратын стойка. Анау FT, жаңағы стендтің астында тұратын стойка. Так, общий 24-тік кабель пайдаланамыз. Оптикада 24-тік. Сол 24-тің ішінде 3 деңгейге бөлген. Яғни 8 волокнадан 3 деңгейге бөлген. Бізде оптика кабельде көп жағдайда ішінде ақ, жасыл, қызыл модуль шығады. Әр модульдің ішінде 8 волокна бар. Мына жерде ақ түс көрінбей қалатын болғандықтан қара түске бояп қойған оны. Яғни бірінші деңгей 8 волокна, екінші деңгей 8, үшіншісі 8. Бұл жерде республиканскийде мынандай болды. Егер бала бірінші деңгейді істеп, бірақ екіншіні тастап кетіп, үшке өтіп кететін болса, бұл жерде 2-де 3-те есептелмейтін болды. Бала істесе 8-ді толық істеу керек бірінші деңгейде. Және бірінші деңгей толық бітпей, екінші деңгейге өте алмайды. Екінші деңгей толық бітпей, үшінші деңгейге өте алмайды бала. Яғни бірінші деңгейден бір-екеуін ғана істеп, екінші деңгейде тағы да бір-екеуін істесе, үшінші деңгейде тағы бір-екеуін істесе, яғни бірінші деңгей толық бітпеді ма, демек екінші деңгей бір-екеу істесе де есептелмейді. Немесе екінші деңгей толық бітпей, үшінші деңгейден тағы бір-екеуін істеген болса, үшінші деңгейде есептелмейді. Сонымен полный есептелмей кетеді. Енді сіздермен ақылдасып алайын. Осы шарт қажет па, қажет емес па? Негізі бізде шын айтқанша бір оптикамен әлі заниматься етпедік. Вообще оптиканы білмейміз, өзім шыны керек. Енді лан кабельмен енді баяғыдай жасап жүрген соң оны более-менее білеміз да. Оптиканы білмейміз. Сол себепті негізі данный момент сіздерде конкуренттер жоқ қой, былай ойлап қарасаңыз, по факту ше ондай керек емес па деп ойлаймын негізі. Бізде мысалы 8 кабель болғанда мысалы біреу жаңағыдай не болып қалуы мүмкін ғой. Мысалы істейміз да біз, біреу мысалы оптика кабель жаңағы нетіп кетуі мүмкін, сынып кетуі мүмкін, мысалы стекло болатын ғой, сіз айтып жатқандай. Иә. Ол санамай қала ма, сонда қалай болады? Сонда біреу сынып кетсе Жоқ. 8-ін варить етпей, мысалы үшін екеуін ақ сварклейді да, екеуін рабочий істеп қояды. Бірақ ажырда 6-ауын істемей секіп кетеді да екінші деңгейге. Түсіндің ба? Мына жерде 8 волокна болу керек қой мына жерде. Мысалы үшін мен мына жерде көрсетейін. Қазір бір сурет бар. Негізі анау интернеттен кіріп монтаж кросс десеңдер ютубта. Кроссты қалай монтаждайтын барлық көрсететін видео бар. Так. Мына сурет көрінді ма? Мына сурет көрініп тұр ма? Иә, көрінді. Міне қараңыздар. Қара. Мына жерде патшахан. Мысалы үшін мына жерде қазір. Неше мынау? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, міне 8-ін ғана істеген. Көрдің ба? Міне 8-ін істеген мына жерде. 8 волокно бар мына жерде. 8-ін сварклеген мына жерде. Көрдің ба? Бұл яғни бірінші деңгейде бұл. Толық бірінші деңгейді бітірген. Яғни бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Ішіндегі жаңағы мынау сары тұр ғой, көріп тұрсың ғой, сары не? Мына сары түс. Бұл сыртын изолентамен орап тастаған ғой, сары түс болып қойған. Яғни кабельдің өзі кроссты монтаждаудың өзінің тәртібі ережесі бар. Кабель міндетті түрде сырты бандаждалу керек, яғни бандаж деген сөз. Мынау кроссқа кіріп жатқан жерде мына темірлерге қажалмау керек кабель. Және мықтап ұсталу керек, сондықтан дополнительный осындай нелер береді. Соған байланысты. Енді қазір мен үлкейтіп көрсетейін десем,
бар үлкейген осы тұр ма деймін. Қазір лупамен көрейікші. Жақсылап жақындатып көрсетейін. Так, мына лупаның өлшемін қазір жинап ұстаймын. Кейін өткізейік. Қазір көрінді ма? Үлкен болып көрініп жатыр ма? Ya көрініп жатыр ya. Үлкен болып көрініп тұр, иә? Көрінмей 8 кабель ғой ya. Міне қара. Міне мына жерде мысалы үшін міне кабельдер кірді ма, мына жерін бәрін жақсылап сып монтаждап қойған. Міне мен айтып отқан ақ модуль, міне бірінші Мгм. мына тұрған мынау ақ модуль, одан кейін қызыл, Мгм. сосын жасыл. Әрқайсының ішінде 8 волокно шығады. Мынау модуль үшеуі кросстың ішін минимум бір рет айналу керек, бір круг жасау керек. Міне бір круг жасалды да мына жерге тағы да бандаждалды. Міне мына жер бандаж деген модульдердің бәрін біріктіріп изолентаға орап бір қамытпен қысып қояды. Болды. Одан кейін мынау түрлі түсті не шығып тұр ғой, майда қылшықтар. Бұл енді мына волокно модульдің ішінен шыққан 24 волокно. Сол 24 волокноның мынаның ішінде кем дегенде бір орам болу керек. Енді бұл бір орам болмайды, себебі мына кроссты монтаждайтын өзінің ережесі бар. Кабель 3 метр ашылады, 3 метр кросс үшін. Ана ютубтан видеосын көрсеңдер бәрін түсінесіңдер. 3 метр ашады, сонда көп әжетпелерін оратылады, артылады. Оның өзінің ережесі сондай. 3 метр Ya bu. ашу керек, солай істеу керек. Енді айтайын деген мына жерде сол. Сол өзіміз келісіп алайық, өзімізге байланысты ғой, бәрі міндет қатып қалған қағида емес. Жаңағыдай 8-ін ғана істеген, яғни бірінші нені деңгейде істеген, қалған екінші, үшінші деңгейлері жоқ. Тек қана бір ғана есептеледі, болды, бітті. 2 мен 3 жоқ. Егер осы жерде бала қазір екінші деңгейден екеуін ғана істеп, үшінші деңгейден тағы да біреуін ба, екіншеуін ба істеп қойса, ол 2 толық бітпегеннің себепті 2-де 3-те есептелмейді. Жарайды, соны өздерің дауыс бересіңдер. Жоқ, қалай берсін, проблема жоқ. Бала өзін еркімен істей берсін десе, онда қалдырамыз, ол проблема емес. Еркімен істей берген дұрыс қой. Негізі анау оған неге нетпейді, обязательно біріншісін бітіріп Все, болды онда. Ондай шарт қоймай қояйық. Бала қалаған деңгейді істейді. Бірақ ескеру керек, әр біздегі 4 модуль ғой, жалпы 4 модуль. Бұл жердегі 1, 2, 3 модуль, бірінші, екінші, үшінші модульдер шынжыр бірін-бірімен байланысқан. Яғни егер сіз бір толық істей алмасаң, өзінің бір камера қосу үшін, үшінші деңгей камераға қосу дегенде уже изображение болмай қалады, өйткені камерада байланыс болмай қалады. Осы жерде бірінші деңгейде камера қосу, осы бірінші деңгейдің ішінде. Мына схеманың ішін қарап отырып, жетекшісі камера қай деңгейде қосылатынын аңғарып, өзінің студентіне айту керек. Қара, мынау бірінші деңгейде екен камераның жүретін жолы деген сияқты. Немесе үшінші деңгейдің мына портында екен ол деген сияқты. Соны жетекшінің өзі баламен бірге ақылдасып шешіп табу керек. Сонда ол скрытый задание ма, қалай сонда? Скрытый емес, ол ашық. Мына схеманы түсінсең егер, ол жерде жасырылған ештеңе жоқ. Схеманы ашып қарап отырып, бірден білесің, мынау мына жақта тұр, былай тұр екен деп. Қазір келесі схеманы аша береміз ғой. Сол кезде түсінесіңдер, уже мына жаққа тұр екен ғой деген сияқты. Уже қай портпен қандай кетіп жатқан, сол схема қарап отырып білесіңдер. Бір сұрақ қойсам болады ма? Енді Ұлан аға, мына жерде қазір сіз айтып отырсыз ғой, 24 кабель, то есть 24 волокно мына жерде бар. Бірақ біз тек қана бір кассетаға жаңа 8-і нетеміз, болды. Осымен бітеді, құрылыс дұрыс па? Иә. Түсінген бойынша. Бұл бірінші деңгей болса егер. Бірінші деңгей болса деген. Бірінші деңгейде сезеді, 8 ғана варт етсе. Ол бала шама жетсе, әрине бағалау критериясында балынан істеген сайын екінші деңгейде, үшінші деңгейде істеген сайын ол балы өсе береді ғой баланың. Егер бала бір-ақ деңгейде істесе, онда 3-тен 1 бөлігін алады. Мынау бірінші модуль үшін ұпайдың 3-тен 1-ақ бөлігін алады. Мысалға. Түсінікті ма? Бұл қазір данный момент, бірінші не, получается, бірінші стойка, бұл нең жаңа не даты, стендтің
артындағы иә бұл иә Мынау получается қандай бұл? CD деп жатқан алдында тұрғаны. Так, Бұл стендтің стендтің суретін алдында ма? көрсетейін, бір минутқа стендтің сызбасын көрсетейін қазір. Бізде макет деген бар еді ғой қазір. Стенд. Негізі бізде данныймен стенд жоқ қой, ол просто жалғай береміз, просто өзіміз Міне, білуге қара патшахан. айтқан. Көрініп тұр ма саған мынау? Иә, көрініп тұр. Міне, мынау CD деген мынау тұр, алдында тұр. Міне, көрдің ба? Мынау тұрған CD. Дәл осының артында. Мынау мына ненің, мына тұрған ортада тұрған не ғой жаңа? Стенд қой мынау. Сол стендтің арт жағында мынау тұрады. Негізі бұл Яғни, бар ма? Жібергенсіз ба бұларды? иә, жаңағы ненің ішінде тұр ғой бәрі. Схема сен ашып, вообще көріп Бар жатқан ма? жоқсың мүмкін. Танысып жатқан жоқсың патшахан. Сен Негізі кіріп таныса, байқамаппын осының бәрі ішінде тұр ғой соның ішінде. Файлдарды. Міне, қазір тоқташы, мен қазір не папканы көрсетейін. Міне, былай алып келейін. Мен қазір қай папканы жібердім сіздерге? Міне, 24 сызбаларды. икс деген мына файлды архив, папканы архивтеп жібердім. Сосын сызбалар деген не жібердім. Жаңа архивтеп жібердім. Одан бөлек мына папканы целый, полный бәрін архивтеп жібердім. Осы үшеуін үш рет жібердім ғой. Мынаны жеке жібердім. Мынаны жеке жібердім. Сосын осылардың бәрін қосып бір жібердім тағы да. Осы папкада тұр ғой жерде. Просто мына жерде соңғысы анау мынау дей бергенім, мынау ішінде Word файлдар тұр ғой, модуль тапсырмалар берілген. 5 модуль тұр ғой ана. Одан кейін баланың бағалау несі, мысал үшін. Осылар жарыс, біз Астанаға барған уақытта да өзгерді ғой ол. Біз бір күн бұрын барып, 3 күн бұрын барып ақылдасамыз ғой, бәрін талқылаймыз өйстіп. Сөйтіп тағы өзгерген. Сонымен соңғысы деп бердім. Негізінде бұл Word файл мынаның бірінші мынаның ішінде де бар, міне тұр. Мынау ескіріп қалды. Одан кейін мынаны берді бізге. Мынаны шығарды. Одан кейін ол да ескіріп қалды, тағы өзгерді. Сөйтіп соңғысы деп мынаны берді бізге. Бірақ бұл жерде қызық ештеңе жоқ. Қызық міне мына схеманың ішінде, сызбаның ішінде. Осыны түсініп алуымыз керек бәріміз. Міне сол схеманы сіздерге көрсетіп жатырмын осы нәрсені қазір. Енді CD-ден шыққан кабель мынау неге келеді? Муфта келеді. Мына UGSC деп жатқаны бұл муфта. Муфта міне неде тұр ғой, стендте. Мына стендте мына бока бойында тұрады. Негізі мына қате кетіп қалған. Бұл бетте тұрмайды бұл. Бұл муфта мына екеуінің ортасында, мына стенаның осы қабырғасында тұрады. Түсіндіре алдым ба? Мына жерде қалам жоқ, иә? Мына жерде тұрады деп жатқанмын ғой, осы жерде тұрады ғой. Қалам бар екен ғой. Түсіндіңдер ғой, иә? Мына тұрған муфта қате кетіп қалыпты мына жерде. Мына муфта мына жаққа тұру керек негізінде. Түсінікті ғой, иә? Енді мынау CD деп қояйын. Мынау BD, мынау FD, мынау FD. Міне. Мынау FD, F болмай қалды ғой. Так, F-ті қайта жасап қояйық. Былай қояйық. Міне FD. Так, одан кейін ары қарай мына схеманы ара кетсек. Мынау түсінікті ол CD, астына жазып тұр, міне BD деп жазып тұр. Мынау UGC деп жатқан жаңа муфта. Мынау FD деп жатқан астына тұрған не? Енді мына жерде мына біреу тұр. VD, OB деп тұр. Ол қайсысы? Ол мынау міне. Бокс па? Мынау стенный бокс. Міне. Стенный бокс. Оптический, да? Иә, ол да оптический. Өткенде ортаға группаға суретін жібердім. Оптический бокстың суреті қандай болу керек? Заказ бергенде соны бересіңдер. Именно сол болу керек. Басқа түрінен болмайды. Балаға қиын болып қалады, бәріне бірдей болсын. Анау жұмыс тапсырманы орындауда әділ болсын бәрі. Енді мына схеманы жақсылап қарап отырсаңдар, мен 24 волокно кабель муфтаға келеді. Муфтаның ішінде
мына жақтан келген жемотет волокно кабель екеуі бірін бастарын істейді, сваркіленеді, бәрі бастары қосылады. Мына жерде әрқайсысы 8 жазып қойған себеп сол. Вот енді қызық мынау. М. Бізде Получается осы уақытқа ше, дейін. былай ғой, Ұлан аға. Аха. Bir kasetede получается жаңа көрген бойынша 8, 16 ақ оптоволокно нетуге болады екен ғой, варить етуге болады, иә? Bir кассетада. Жоқ, жоқ, иә, ол жемотетке істей аласың ғой, 48 дейін істей аласың даже. Жаңа көрсем что-то екі нені көрдім да, рядты көрдім да, 18, 16 болып тұр да. Нормально. Біз жұмыс жасаймыз, 24-тікпен жасаймыз. Кассета 24. Жоқ, кассета емес. Кассетаның ішіндегі орналасу санын айтасың ба сен, ішінде тұратын? Жоқ, бұл Соны көрдім ғой. гильзалар. Үстіне отыра береді ғой, сен астына гильзаны қатты бассаң, астына түсіп береді ол. Сосын оның үстіне тағы қоясың. Сонда бір жырыққа екеу салуға болады. Бірін үстіне. Сонда мына бетте 12, мына бетке 12 сыйдырасың. Одан бөлек андай 2 этажды, 3 этажды кассеталар бар. Кассетаның үстіне кассета қойып кете беретіндей вообще. Ондайлар да бар. Так, ары қарай кетіп жалғастырайық. Енді қызық жеріне келдік. Қызық жер онда қалай? Мынау BD бізде. Не, балам болмай қалды. Суретіміз деген ғой. Сосын қалам болмай тұр екен ғой. Так, ары қарай онда көрсете берейін. Несімен. Мына жерде мына жақтан жемотет волокно барады и FT-ден де жемотет кіреді. Көрдіңіздер ма? Екі жақтан жемотет кіреді. Бұл жерде қарасаңыздар. Бұл ана үлкен не ғой, бұл шкаф, иә? Екеуі де жоқ, екеуі де 24-тік кәдімгі, екеуі де кросс, бірдей кросс. Суретте көрсеткендегідей кросс екеуі де. Просто бұл жерде екі кабель кіреді, бір кросстың артына екі кабель кіреді. Бір кабельден 12-сі пиктельдерге сваркіленеді, 12-сі, ал қалған 12-сі прямой. Яғни FT-дан келген кабельдің прямой кабельдеріне варить етіледі. Тур муфтаның іште қалай болса, бұл жақта солай болады. Бірақ 12-12-ден бөліп тастаған. Дәл солай мына жаққа да сол 12 штугы пиктельдерге варить етеді. Мынау FT-дан келген. Осы жер түсінікті ма? Так, получается, мынау как-то кішкентай щиттен, щит деп ана неден, стойкадан неге барады? 24-ке деп жатыр. Үлкен неге 24-ке барады. 24 волокно, дұрыс па? Иә. 24 волокно барады, и муфтадан да 24 волокно барады. Дәл солай, иә. Екі кабель барады жаңа жерде. Сол бір-біріне варить етіледі. Бірі соның ішінде 12-сі пиктельге варить етіледі, ал 12-сі бірін-біріне варить етіледі, яғни келгеннен. 12 пиктельге болғанда, то есть розетка шығады десеңші артықтардан, иә? Міне қараң, мен түсіндірейін қазір мына жерде. Мына үлкейтейін. Карандаш алайын. Так, мынау міне кросс. Орта қылсайықшы. Міне кросс. Кросс тұр мына жерде. Ортада. Так, кросстың мына жерлерде адаптерлер тұрады. Яғни сыртқа қарай шығатын порттар ғой. Розетка сияқты да? Иә, адаптерлер тұрады. Жаңа суретте көрсеткендей адаптерлер міне қазір мен WhatsApp-та ашып көрсетейін. Көрдім, ұланға. Иә, мына тұр ғой, мына көктер ғой, мына тұрған көктер. Адаптер деп қой сол. Розетка ғой негізі. Так, енді розетка деген бөлек болады. Енді мына жерде ненің мына жерде бір тесігі болады. Және мына жерде бір тесігі болады кросстың. Енді мына жақтан бір кабель кіргізесіңдер. Міне,
Мына жақтан бір кабель кіріп мынаған қатырылады, мықтап бекітіледі мына жерге. Екінші кабель ол да келеді де мынаға қатырылады. Міне мықтап бекітіледі. Енді мына жер 24 шығады ғой, дұрыс па? Мгм. Мына жер 24 шығады міне. 24 кабельдің 12-сі мына пиктельдерге варит етіледі. Түсіндір ма? А, 12-сі мынаған кетеді, мынаның да 12-сі мынаған кетеді. Міне былай. 12-сі. Ал қалған 12-сі мынаған келесі. между собой, Мына да. жақтан келген несі, ол мынаған, міне. Осылай мына жер сварклене береді. Түсіндіре алдың ба? Мына Бұл жаққа түсінім, ана біреу бірақ келеді, былай отдельно біреу келеді. отдельно кассетада болу керек қой барлығы, дұрыс па? Барлығы жоқ, сол жаңағы ортада бір кассета тұрады, мынада ортада бір кассета тұрады. Сол кассетаның ішіне қойылады ғой. Мыналардың да сваркілері осы кассетаның ішінде тұрады ғой, бәрі полный. Түсіндіре алдың ба? М. Яғни бірінші деңгейден 4 кабель, наққа 4 кабель кетеді. Екінші деңгейден тағы да 4-еу. Үшінші деңгейден тағы 4-еу. Сонымен 4-4 12-сі мына жаққа кетті. Мынау FT-ден келгенде солай 12-сі осы жаққа кетеді. Жаңағы 4-4-ден бөлінеді. А мына жерде тағы да солай 4-4-ден бөлінеді әрқайсысы. Прямо жалғанады бірақ. Бұл жақта 12-сі. Түсіндіре А, алдың ба? получается, общий 24 штугы пиктейлға жалғанады, бірақ та 12-12-ден, да, жартыдан, дұрыс па? Дәл солай. Иә. А қалған 12-12-сі неге бір-біріне Прямой. жалғанады, да? Иә, мына жақтан келеді да, Болды, прямой өтіп келеді келесіне қарай. түсінікті, иә, болды, түсінікті. Болды. Міне сонарақ сондай істейді. Енді ол FT-ге 24-пен келді. Енді осы жерде. Кеше бір қателік тауып алдым, схемада қателік кетіп қалған сияқты ма, жоқ әлде? Қате болмады ма, қазір 1 минут. Жоқ, қате болған жоқ. Дұрыс болды, схема дұрыс болды. Енді мына жерде қараңдар. Келді 8 бірінші деңгей, 8 екінші деңгей, и үшінші деңгейден 4-еу деп тұр. Енді қалған 4-еу қайда кетіп қалды деген кезде, оның қалған 4-еуі міне мында тұр. Мына жаққа. Мына жақтан 4-еу келе ма? Бұның 4-еуі, Аха. так, 8 24 болу керек. 4-еуі мында бөлініп тұр ғой сонда. 4-еуі мына жақтан келетін кабельге варит етіліп тұр. 4-еуі. Мынаның Төртеуі қақтан. мынаның 4-еуі пиктельге кетті да, қалған 4-еуі мынаған кетті ғой. Мына жақтан 24 келді ғой міне. БД-дан 24 келді Аха. ғой. Иә, иә, 24-тің иә, аха. 8-ін бәрін бірінші деңгейге пиктельге варит етесің. Екінші Аха. деңгейін бәрін варит етесің. 8-ін Аха. бәрін деп кешірсін. А вот үшінші деңгейге келген кезде 4-еу пиктельге, 4-еу мына жаққа болады. Яғни мына пиктельге варит етіледі. Мына жақтан келген оптикаға. Получается, 20, так, 20 штугы пиктейлға кетеді, да, общий, дұрыс па? 20 штук Төртеуі бола неге ма? кетеді? 8, 16, иә, дәл солай, иә. Пиктейлға кетеді, төртеуі жаңа неге боксқа барады, да, иә? Иә, солай варит етіледі. Сұрақ бар ма? Басқа? Төртеуі боксқа барады. Мына жерде жақсылап жаттап алыңдар. Мына жерде мынау екі жағында стрелкасы бар. Көйту екілеп қойған. Демек, екі пачкорт болады деген мынау пачкортты білдіреді. Ал егер бір басы стрелка, бір басы нүкте болса, ол пиктельді білдіреді. Өйткені мына дөңгелек тұрған жері сварка болады деген сөз. Дәл солай екі шетінде стрелка болса, ол пачкорт, ол оптический пачкорт деген бар. Екі данасы деп тұр. А мына FT-дің ішінде ол жаққа да екі данасы деп тұр. Түсіндіре алдың ба? Бұл пачкорттарды қалай қосып кетеді бала? Так, бұл келесі схемада. Так, мына жерде схемалары ешқандай көрсетілмепті. Қай портпен жалғану керек екен да. Так, екінші бет. Жоқ, мында екінші бет бар.
Жоқ, бәрі бір бет екен. Бір бет екен бәрі. Екі беттен білсем, бір беттен екен. Так, мынау енді балдардың алдына беріледі. Бұл схема қалай тұр? Балдар қайсын қай портқа қосамын деген сызбасын сызып шығады. Бірінші деңгейдікін қай порттарға қосылу керек? Екінші деңгейі қай порттарға қосылу керек? Осы жердің бәрін сол көрсетіп шығады балалар. Сызба немен сызып шығады. Ручка или карандашпен. Лаж болса мүмкін болса ручкамен сызу керек. Және бұл жерде тағы да ескеретін нәрсе. Мынандай нәрсе бар. Так, мынандай KLMN дейтін әріптер бар. Ол не білдіреді? Ол дегеніміз біздің қолымызда дефектоскоп болады. Лазер ататын. Сол лазермен тексереміз. Яғни мына ақ түс тұрған жерлері осы бұл шығады, бұл сәуле осы жақтан шығады. Яғни 17-ден 18-ден шығады сәулелері. Так, 1 минут. Енді қосымшада заман Так, шығып кетіп отыр интернет. телефоныма звондап қалды. Так, кім отыр ана жерде? Өзім үшеуміз ғана ма? Үшеуміз ғана ғой. Жаңа анау оптический бокста сол жаңа пикселға жалғанып болды ғой сонымен, Иә, ол оптический бокстың өзінде интернеттен как монтаж деп іздеп көрсеңдер, онда монтажын көре аласыңдар. болды. Мына жерде так менде не бар еді қазір? Ашып көрейінші. Ол сызбаның тағы бір екінші түрі бар еді. Мынада ғой деймін. Екіншінің бір сызбаның түрі бар еді. Так, мына жерде 23, 24. Так, 10 минуттай уақыт қалды дейді. 10 минуттан кейін өшіп қалса, қайтадан жалғастырамыз ғой. Нені? Бұл сызбада емес, бір сызба бар еді бізде. Нақты көрсетілген, қай жерде не қосылу керек екенше. Егер тапсам, сіздерге көрсетесіз, оны соңында көрсетемін. Бұл неде? Мынаның ішінде болу керек. Ұмытпасам. Excel'да ше. Общий жалпы көрініс екен бұл, иә. Бұл жерде жоқ болып тұр ол. Тапсам жіберем. Оны айтайын деген нәрсем, мынау еді мен айтайын деген нәрсем. Мына схеманы бар ғой, балдар, ручкамен. Мынау кеп тұрған, 24 волокноны кеп тұрған, артындағы тұрған, мына тұрған сурет, мына жерде тұрған. Бұл 24 волокно. А мынау бір жағы көк, бір жағы ақ болып тұрған, ол жағы адаптерлер. Сол адаптерлер артына пиктелер варит етіледі, дұрыс па? Әкеп кіргізеді да, пиктелер сваркленеді. Сол, мысал үшін мен карандаш алайын, мен карандаш шықпай тұр тағы. Мына жерде мысал үшін, былай істесек болады деген ғой, 1 минут. Маған анау карандашпен сызып көрсеткен сізге дұрыс болып тұр да маған. Мен қазір мынаны былай өзіме қарай көшіріп алайын. Так, осы жерде қарап істейміз. Қараңыздар. Бала, студент, мынаны әкеп мынаған сварклеймін деп былай. Мына жерде нүкте қойып, бір сварка, екіні әкеп екіге жалғайым, екі сварка деп өстіп істеп шығу керек бала. Түсіндіре алдым ба? Бәрісін шығу. Бірінші деңгейді мысал үшін қара ручкамен, екінші деңгейді жасыл ручкамен, ананы қызыл ручкамен деген сияқты.
осылай істеп шығу керек. А вот мына жерге келген кезде мысалы үшін міне 24 волокно FT-дан 24 волокно келді. Оның 12-сі мына жаққа кетеді, міне әр портқа, дұрыс па? Былай бөлініп кетеді. Мынаның да 12-сі былай кетеді, мысалы үшін, міне былай. Енді мынаның 12-сі мен мынаның 12-сі не істейді? Бірін-бірімен былай сваркаленеді. Түсіндіре алдым ба? Қате болып кетті. Так, мысалы үшін мынадан бастап 12 ғой, міне 12 мен мынаның мысалы үшін айтайық 12-сі деген сияқты. Мына жерде сызбалар қате кетіп қалды. Менде оны ортаға сыймай тұрған екен ғой мына жерде. Мына жерде 24-ті қысқартып жіберген екен ғой. Бәсе. Міне 12, 13-тен бастап келдім. 13-ті 13-ке апарам. 14-ті 14-ке апарам деген сияқты осылай міне. Бір-біріне прямо қосасыңдар. Қалғандары мына әрқайсысы өзінің тұстарына қосылады. 12-сі. Мына жақта 12 солай қосылады. Соны бала ручкамен сызып шығу керек. Және орталарына нүкте қойып жүру. Нүкте не білдіреді бізде? Нүкте бізде оның сварка екенін білдіреді. Түсіндіре алдым ба? Бұл сонда мынау қағазға өлшісіз түсу керек па? Сонда отчет па бұл сонда? Иә. Бұл Типа қағазды отчет қой, бұл. балдар сызбай жұмысқа кірісе алмайды. Бірінші осыны сызып алу керек. Балдар осыны отырып, ертең бұл не үшін істеледі? Жарысқа келеді да бір балдар. Бірақ әйтеуір істеп жатады, бірақ схеманы вообще түсінбейді. Не болып жатыр, не қойып жатыр? Сол бала схеманы түсінді ма, түсінбеді ма? Бұған да бал алады бала. Кім жылдам, мәселен, біреу бұл сызбаны 5-ақ минутта сызаттағаны мен біттім деп қол көтереді. Сендер барасында қолдарын қоясыңдар да бұл жұмысыңды бастай бер дейсің. Ал біреулер мыжығып отырады, схеманы ойланып, анау қалай не болады, мынау қалай болады. Сөйтіп ойланып отырады, сонымен уақыт өткізіп жатыр 15-20 минуттай. Ол өзіне минус ол. Уже келесі жұмысқа алғандай уақыт қалды. Деген сияқты. Енді мына жерде жаңа үшінші суреттері бар деп айттым ғой. Оны қазір мен келесі мынен ашайыншы схема, сода шығатын жер ол. Так, үшінші сызбалар. Мынау 1-2-сі. Бұл мына сурет екен бұл. Так, 1-2 competition. Міне осы, келесі беттегісі. Енді бұл жаңағы не? Stanley бокске FT-дан кетеді ғой. 4 волокно кетеді. Міне не жақтан 24 кеп тұр да, мына жерде схематта көрсетейін. Міне. Осы жерде қарап тұрсаңдар, жаңа схемада бірінші деңгей айтып тұр, ол 8 волокно сваркасын деп жатыр. Пиктелге. Міне 8-ін жібереді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ін жіберді міне аға. Екінші деңгей, мәселен, ол да мысал үшін 8-ін жібереді. Дұрыс па? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал енді үшінші деңгей, ол 4-еу тұр. 1, 2, 3, 4. Айын қалған 4-еу қайда дегенде, қалған 4-еуі, ол жоғарда 4-еуіне кетеді. Ол енді сваркілгенде қалай? Енді мына жерде былай көрсетейін, айналдырып әкеп, былай көрсете берейін. Ішінде жүрде ойлаңыздар. Міне. Бұлардың бәрі кассета салған ғой негізінде. Кассета тұратын нәрсе ғой. Түсінікті ма? Өйстіп, 4-еу прямо яққа кетеді. 4-еу яққа пиктерге кетсе, 4-еу мына жаққа кетеді. Осы міне, жалпы неде. Бокстан неге баратын ғой, дұрыс па? Енді қараңдар, мына жерде сол схеманы таппай тұрып, қазір мен оны схеманы тапсам, мына жерде егер мен ұмытпасам, нарада А деген әріп бар, Б деген әріп бар. Сол схема бар еді, сол схема таппай тұрмын. Яғни мынандай ғой айтып отқаным, мына жерде бір схеманы көрсеттім ғой, мен мына жерде. Міне қараңыздаршы. Мынаны қазір схеманы бітіп, өйтіп не алмай қой. Міне мына жерде бір KLMN деген әріптер көріп тұрсыздар ма? Шет жаққа тұр ғой.
Aha, aha. Бұл Лупамен көрсететінін айтпақта бұл адамдар. Лупамен көрсетсем үлкейіп көрсетеді қазір. Міне, үлкен көрінді ма? Мгм. KLMN деген. Яғни мына жерде міне екі пачкорд пайдаланасың деп айтып тұр, мына жерде міне екі пачкорд пайдаланасың деп тұр. Осы пачкордтардың көмегімен пайдаланып отырып, мына сәулелерді шығару керек. 17-ші порттан, 18-ші порттан, 19-ші порттан, 20-ші порттан сәулелерді шығару керек қысқасы бала. Яғни мынаның осы KLMN-нің бастауы қайда? Сол схеманы мен қазір таппай тұрмын. Негізі сол схеманың ішінде бар еді. Мен бүгін қазір неден кейін анықтап ортаға салып беремін осы схеманы. Сол схема бар еді, сол схеманы таппай тұрмын. Мынада А, Б, С деген әріптері, мына бетте де анықталған әріптері бар еді. Сол схемаларда болмай тұр. Білмеймін неге қайда қалып кетті екен, таппай тұрмын. Мына жерде модуль 1-де-1 екіншіден шығу керек. Бұл әшейін нелер екен ғой. Жалпы ненің орналасуы, тәртіптері. Сосын мына жерде қараңдар, балдарыңа тағы ескертіп айтып қойыңдар. Мына әрбір құрылғы, жаңағы оптический кросс, одан кейін жаңағы не, патч-панель, олардың өзінің тұратын юнит дейді ғой. Юниттері болу керек. Мысалы үшін мынанікі BDSP-B деген ол 15-ші юнитте тұру керек. Мынау 17-шіде, мынау 20-шіде тұру керек. Өйткені бағалау критериясын мен сіздерге жіберген. Так, бағалау критериясы міне. Сіздерге мынаны жібердім. Қараңыздар міне. Полный қайсыған қандай бал қоятын бәрін бердім. Ешқайсысын жасырған жоқпын. Баланы осы бойынша дайындаңдар. Сол кезде үлкен жетістікке жетесіздер. Міне мына жерде қайсыған қанша бал береді. Бәрін оқып танысып алыңдар. Қазір зум бітті уақыты. Қайта жалғастырайық, жарай ма? Болды, қарас.